болған сияқтымын. Мен сенімен қашан өлеміз деп күн санап жүргеннен гөрі ұзақ уақыт бірге болғым келеді, түсінесің бе? Содан Емделейік. Осы уақытқа дейін қайда болдыңдар? Неге бірде-бір ем шара мына жерде белгіленбеген? сіз бәрібір бізді түсінбейсіз. Кешегі тапсырған анализдеріңіздің нәтижесі келді. Сіздің аяғыңыз ауыр. 2 аптадай болған. Емді жалғастыру үшін баланы алдырып тастау керек. Мен енді не істеуім керек? Көмектесші маған. Мен сонда қайсысын таңдауым керек? Қалайсың? Жақсы, өзің қалайсың? Күшті. Соңғы махаббатыңнан не түйдің? Соңғы махаббатым болады деп ойлағанмын кезінде. Бірақ уақыт өте келе өкінішке орай ондай болған жоқ. Алдағы соңғы махаббатымнан біраз нәрсе күтемін енді. Өз әйеліңді сенің соңғы махаббатың екеніне сенімсің бе? Және оның сенің соңғы махаббатың екенін қалай түсіндің? Ойланып барып жауап берейін. Ол мынандай нәрсе сияқты. Әрбір отбасыда бір екі адам бір еңсеру керек, бір өту керек кезеңдер болатын сияқты да. Бірге. Сол кезде, яғни әркімнің өзінің отбасындағы орындары анықталады. Сондай бір ситуациялар, сондай бір қадамдардан өткеннен кейін көзің жетеді. Яғни ол сенің соңғы махаббатың ба, соңғы махаббатың емес пе. Бірақ мен ойлаймын, әрине менің соңғы махаббатым, өйткені мен сол жаңағы айтып кеткен қадамдардан, ситуациялардан өткен сайын мен таңғаламын да. Өйткені жалпы өмірде көп нәрсе ақ пен қара қатар жүреді. Мен кейбір кезде ойлаймын, мендегі жоқ мінездер, мендегі жоқ качестволар, мендегі жоқ кейбір қалай айтсам болады, бір қызықты бір ситуацияларға реакция деген сияқты нәрселер менде жоқтар, ол адамда табылады да. Сосын мен ойланып қаламын, мәссаған, күшті ғой. Оказывается, все так просто деп. Мен кәдімгі не істеп жіберемін ғой. Қатты қабылдап. Сол жағынан көзім жеткен сайын мен кәдімгідей енді андай ғой, өмірде бір нәрсені болды деп айтуға болмайды, өйткені біз өзіміз бұл жақта қонақпыз. Яғни бүгін бар, ертең жоқсың. Бірақ мен өзім іштей сенемін, және солай болған қалаймын. Соңғы махаббатым деп. Керемет жауап. Келесі сұрақ па? Так, ең алғашқы махаббатың кім? Және оған бала махаббатта жатады дейді. Былай қылайықшы, ең алғашқы махаббатың кім деп емес, ең алғашқы махаббат деген кез келген адам бірінші жымияды ғой. Может, сондай бір алғашқы сезім, алғашқы эмоция, сол сезім денеңде пайда болған кезде не болды деген сияқты бір сезімдермен бөліскен қызғырық сияқты. Кім екенін біз енді білмейміз ғой. Бірақ дегенмен де больше эмоциональный жауап қанағаттанатын сияқты. Туф, шіркін-ай, бір психологтың алдында отырғандай сезімде отырмын ғой. Енді ең алғашқы махаббат деген кезде, дәл осы сұрақ қойылған кезде бірден бір денең түршігіп, бір күшті бір эмоция, эмоцияға берілесің. Ең алғашқы махаббатым, мен өзім де негізі
мектеп қабырғасында жүрген кезде немесе колледжде университет оқып жүрген кезде ондай бір отношение құру деген болмаған. Одан кейін уақыт өте келе 19 жасында өзімнің алғашқы махаббатымды жолықтырдым. Шынайы күлкі сыйлаған, махаббаттың не екенін түсіндірген, жалпы әйел адамның қасында ер азаматтың қандай болатынын көрсеткен менің ең алғашқы махаббатым. Енді қазір оны есімін де атаудың да керегі жоқ, себебі халықтың өзі де біліп отыр деп ойлаймын. Күшті эмоциялар, тәтті сезімдер, бірге армандаған армандар. Бірақ енді өкінішке орай ең алғашқы махаббатым ұзаққа созылмады. Бірақ ең алғашқы махаббатымнан тәтті 2 балапаным бар. Осылай. Келесі сұрақ. Жігіттің жігіт екенін көрсететін сәт, жауапкершілікті алып, батыл қадам жасап, сүйгеніне ұсыныс жасау. Ал сен ол қадамды жасамадың. Себебі өзің айтқандай, саған бірінші ұсынысты әйелің жасаған. Неден қорықтың? Айтшы, неден күмәндандың? Жаңа өзің айтып кеткенде жауапкершілік қой. Жауапкершілік деген кезде мен өзім кез келген нәрсеге өмірде өте сондай жауапкершілікпен қарайтын адаммын негізі. Мен өзімнің өмірімді және біреудің өмірін мысалға бір қалай айтсам болады, енді былай айтқан кезде сен конға тігесің. Сен бірге өмір сүре аласың ба деген кезде енді басында көзсіз болып кетеді ғой. Махаббат, ғашықтық, барлығы эмоция, көзің жәутеңдеп, бүйтіп білмейсің не отқан, қандай цвет, аяқ киімі қызық емес, просто сол адам сенің қасында күшті. Сенмен сол. Бірақ уақыт өте келе әдеміліктің бәрін көрмейсің. Енді отбасы болғаннан кейін өмір солай ғой, енді кез келген нәрсе үйренесің адамды. Сондай нәрселер болатынын да біліп, енді мен жауапкершілік қадам жасауға, мәселе ол жауапкершілікті алмады емес, мен іштей біліп тұрдым. Просто сол сәтте оның қадамы мені қалай айтсам болады, қадам жасауыма, жауапкершілікті алуыма түрткі болды да, былай айтқан кезде. Сондықтан ол жерде онда тұрған кезде мен ойламаймын бір қатты бір сондай мен жауапкершіліктен алдым, мен қашып жүрдім деген әңгіме емес. Просто әңгіме сондай болды да, ол жерде енді неше түрлі факторлар бар ғой. Адамның мінезі бар. Біреу тіке айта салады, біреу айта алмайды, біреу қашып жүреді, мысалға. Біреу ұнайды деп көзіне қарап айта алмайды, сенің туфлиң күшті екен дейді, біреу шашың күшті екен дейді. Кейбір адамдар айтады, сенің көзің ұнайды деп, сол сияқты ғой. Сондықтан онда тұрған ештеңе жоқ. Бұл керісінше басқа бір ситуациялардан банальный ситуацияларға қараған кезде қызығырақ сияқты. Менің әйелім айтты зато маған деп ше. Ұсынысты әйелім тастады деген сияқты. Қалжыңдап айтып. Сондай. Керемет. Осы енді бұл қалай айтсам болады, бұл бір ессіздік деп айтатын нәрсе жаңағы менің айтқаным. Сол сияқты ессіздіктен туады. Махаббат үшін қандай бір ессіз әрекет жасадың? Бір ессіздік болады ғой? Немесе көзсіздік дейік. Ой. Білмеймін, махаббат үшін ессіз қалай? Подвигқа бардым деп айта аламын негізі жалпы махаббат үшін. Бұны ойланып алып, соңына түскен кезде, бағанағы сұрағына жауап берейінші деп айтсаң болады. Маған сұрақ қойып жіберсең болады. Солай жасайын. Енді келесі қойылатын сұрақ кішкене ыңғайсыз сұрақ негізі. Өзім қатты жүрекке қабылдайтын болғаннан кейін сәл қобалжып бетім қызарып отыр. Енді әрине Құдай сақтасын деп бастағым келеді. Құдай сақтасын. Егерде енді сен дүниеден өтіп кететін болсаң, өтіп кетсең, өзіңнің жартың тұрмысқа шығуға жалпы шыққан қалар ма едің? Әлде керісінше болса? Бұлай ғой, бұл енді егерде мен эгоист болып жауап беретін болсам, әрине мен айтатын едім жоқ. Бұл енді кез келген ер адам әрине жоқ дейді. Неге? Менің баламды, мысалға менің бала шағамды біреу баққан қаламайтын деген сияқты ғой енді. Бұл жерден ситуация өзгеше болып тұр. Егер былай ойлайтын болсаң, әрине
балаларды өсіру керек, жетілдіру керек, ол да адам деген сияқты направлениесі бар да. Қадам мына жағынан қарайтын болсаң. Бірақ енді бұл сұраққа бір төте жауап берудің жолы жоқ сияқты. Мысалға, иә, жоқ, мен қарсымын, или рұқсат беремін деген сияқты. Сондай бір нәрселер бар. Мен өзімнің жарыммен көп қалжыңдасам бұл туралы. Сен бірінші кетесің бе, мен бірінші кетемін бе деп екеуміз жарысамыз. Жоқ, тоқта, бірінші мен, содан кейін деп сөйтіп қалжыңдасатынымыз бар әрине. Бірақ енді бұл тікелей бұл сұраққа бір тіке жауап жоқ менен. Тіке жауап айта алмаймын. Жақсы. Ал егер керісінше болса ше? Үйленемін де. Жоқ. Бұл да екіұдай сауал. Әрине қимайсың. Былай да ойлайсың, бірақ әзірге жауап бере алмаймын мен мына сұраққа. Осы статустан кейін жаңа қарым-қатынас құру кезінде сенімсіздік немесе ыңғайсыздық сезімі тумай ма? Деп бірден жауап бергім келеді. Біріншіден мен, шүкір, 2 балапаным бар. Аллаға шүкір өсіп жатыр. Екіншіден, қандай да бір қарым-қатынас құруға, бірден тұрмысқа шығып кетуге асығыс емеспін. Себебі ауыз күйген үрлеп шет деген бар. 2 балам болғаннан кейін де ойланасың, көп қарайсың, оңай емес. Менің болашақ енді жартымды олар қалай қабылдайды, қалай болады, олармен қарым-қатынасы қалай болады деген енді сұрақтар жиі мазалайды мені. Сол себептен де шығар, тұрмысқа құруға әзірге асықпаймын. Адам баласы болғаннан кейін кейде қорқыныш сезім болады, жаңағыдай алаңдайтын, уайымдайтын. Егерде бір бала шағасы жоқ, жай ғана тұрмысқа шығып, ол жақтан қарым-қатынасым дұрыс болмай ажырасып келіп, жалғыз өзім болатын болса, мүмкін қорықпас едім. Енді 2 балам тұрғаннан кейін сәл қорқыныш сезімі бар. Бірақ 5 баласымен де алып жатыр ғой. Жасым келген жоқ әлі, 30-ға да толған жоқпын, әп-әдемімін, жұмысым бар, мінезім де соншалықты жеткілікті, өз-өзіме жауап бере алатындай. Жалпы білмеймін енді, кез келген адамның бағын жағатын қызбын ғой негізі деп отырсаң. Бірақ сәл қорқыныш сезім бар. Негізі сұрақтың сенің жеке басыңа былай статус жағын қатысы жоқ. Негізі сол ішкі сезімдер туралы болған ғой. Қорқыныш, кедергі, былай болып қалса, былай бола ма деген сияқты. Түсінікті жауап. Жауапкершілік қой. Жауапкершілік. Жақсы. Сәл мақтанайын дедім де, енді сіздің көзіңізше. Келесі сұрақ. Махаббат үшін істеген ең ессіз әрекетің қандай? Бұл да бір андай сұрақ қой. Мысалға, біреуге менің істеген әрекетім деуіп болуы мүмкін да. Біреуге менің істеген әрекетім мәссаған болуы мүмкін. Жалпы мен өзімнің егер де тұлға ретінде қарайтын болсам, мен өзімнің жарыммен болған нәрсені, жалпы осы қадамымды мен өзім ессіздік, көзсіздік деп білетін едім. Көзсіздік болған кезде ол жақсы мағынада. Яғни мен қадам жасадым, болды. Яғни мен көзсіз кәдімгідей сенімді болдым адамға. Және де сол ситуация кәдімгідей өміріме өте жақсы бір пайдасын алып келді. Пайдасын емес, енді мен отбасын құрдым деген сияқты. Сол жағынан болмаса, енді андай бір бала кездегі, мен махаббатым үшін түнде ішіп барғанмын деген сияқты ондай нәрселер жоқ құрсын, ондай бір ненің общагасының алдына барып өлең айтқанмын деген сияқты. Ондай енді өнер адам үшін ол бір романтикалық нәрселер, ол бір күнделікті нәрсе сияқты да. Ондай бір, бірақ енді ондай бір құйтырқы әрекеттер былай ауыз толтырып айтатын ондай бір оқиға жоқ. Ұнамай қалды ма? Сұрағым ұнамай қалды? Жақсы жауап. Қанағаттандық. Егер де саған ата-анаңмен сөйлесуге мүмкіндік берсе, ата-анаңмен сөйлесуге 2 минут мүмкіндігің бар. 2 минут сөйлесе аласың. Не айтар едің?
бірінші жақсылап тұрып құшақтап алатын едім ол кісілерді. Әрине тірі болса, 2 минут уақыт берсе. Енді өмір болғаннан кейін ондай уақыт берілмейді, бірақ енді қиялымызға ерік беріп, сондай 2 минуттық уақыт беретін болса, біріншіден жақсылап тұрып құшақтап, сағынышымды басып, ол кісілерді қатты жақсы көретінімді айтып, қазіргі жеткен жетістіктеріммен мақтанып, ерекше сезімге бөленетін едім деп ойлаймын. Бірінші сағынышымды жақсылап тұрып басып алу ғой. Жарайды, онда 2 минут құшақтасуға уақыт береміз, тағы 2 минут. Енді не айтасың десе да мысалға. Енді, ой, сұрақтар неге ондай болып жатыр? Негізі бұл әртүрлі адамның отбасында әртүрлі жағдайлар болады ғой. Иә, өмір болғаннан кейін түрлі жағдайлар Бала болады. болғаннан кейін кез келген, мен де қазір ойланып отырмын да сенің орныңа қойып. Кез келген бала, енді біз қанша жасқа жеткенмен де сен ата-ананың алдында баласың ғой. Иә. Кез келген бала кез келген ситуацияда бірақ сұрақ қоятын сияқты. Неге мен? Неге мен? Білмеймін, деп ондай ойлаймын. сұрақты мүмкін қоятын шығар, бірақ менің тарапымнан ондай сұрақты қоймайтын сияқтымын. Мен жай ғана сол 2 минутты жарайды. Құшақтап сағынышымды жақсылап басуға рұқсат бердіңіз. Одан кейінгі уақыттарда айтып тұрмын ғой, қатты жақсы көретінімді айтар едім бірінші, екіншіден осы уақытқа дейін өзімнің жеткен жетістіктерімді айтып, ол кісілерді бір марқайтатындай бір жағдайға жеткізер едім деп ойлаймын. Қазір де енді жоғарыдан қарап отырып, кішкене бір марқайып отырған шығар енді. Қуанып менің жетістіктеріме, кішкентай немерелеріне деген сияқты. Ол жағынан енді күмән жоқ деп ойлаймын. Ата-анаға сен қандай бала болсаң да, жетістікке жетпесең де, жетсең де, сен бар болғаның үшін ғана олар сені жақсы көреді. Мүмкін, әр ата-ана әртүрлі ғой. Осы жерде бір история есіме түсіп кетті. Осыдан 2 жыл бұрын алғаш рет кіші қажылыққа барған кезде қатты ниет еттім. Прям қатты ниет еттім. Бадал умрасын жасаймын, өз атымнан умра жасаймын, сонымен қатар анамның атынан бадал умрасын жасаймын деп ниет еттім де. Сөйтіп алғаш рет Мединаға барған кезде, енді адам көп ол жақта, өте көп. Адасып кетуің де мүмкін, мешіттің ішінде болсын, сыртында болсын адасып кетуің мүмкін. Сол уақытта Құдайдан сұраймын ғой, енді жылап отырмын. Осы жерге келу маған бұйырыпты, рахмет деп көзімнен жасым тоқтамайды. И бір сәтте Аллахым жайып тұрып, Алладан сұраймын ғой, Аллахым, мен енді осы сапарға келген себебім өзімнің және де мамамның атынан бадал умрасын жасау. Бір сағынышымды басым келеді, маған бір белгі берші дедім де, дұғамды оқып, көз жасымды сүртіп, мешіттен шығып бара жатқан кезде, бір әйел қасымнан өтіп бара жатыр. Ой, денем түршігіп кетті ғой. Ол кәдімгідей, қазір мен енді спокойно айтып отырмын, ол кезде өйтіп спокойно болатындай болған жоқ. Қасымнан бір әйел өтіп кетті де, денем түршігіп кетті. Қараймын, қасымда әпкем болған, әпкем айтам, мамама ұқсайтын адам кетіп бара жатыр, мамама ұқсайтын. Осылай отырмын. Прям қолдарым дірілдеп, денем бәрі түршігіп, аузым деген бір құрғап, бір су ішкім келіп кетеді ғой, қатты қобалжыған кезде, қорыққан кезде. Алақандарым терлеп, әпкем қарады да, барсай қасына, мен бара алмай тұрмын, қорқып тұрмын. Дірілдеп, барайын ба, бармайын. Мен жаңа ғана дұға тілеп шыққан адамын мешіттің ішінен. Жарайды дедім де барам. Қазақша сөйлеймін, түсінбейді, орысша сөйлеймін, түсінбейді, ағылшыншамды дұрыс жеткіліксіз, оны ағылшыншамның өзі қисық болып тұр, ана жерде түсіндіргенше түсіндірем, түсінбейді. Бір кезде сестрам келді, әйтеуір басқа бір ұлттың адам екен. Сөйтіп түсіндіріп еді, соңында мен тұрдым да, намазы дедім де, сөйттім де, жылаймын ғой өзім түсінбей. Ана кісі қатты жанашып кетті, ана тәтен. Барып құшақтап едім, прям өзімнің туған анамды құшақтағандай сезім болды ғой. Денемдегі бүкіл жаңағы дірілдеген, түршіккен, жаңағы аузымның құрғап кеткені барлығы бірден басылды да, бір 5 минуттың ішінде бір күшті сезімге бөлендім. Бір ғажайып сезім, бір тылсым дүние болды, ана жер тылсым бір күштің бір құдіреттілігін айтам да сол кездегі. Сөйтіп құшақтасып
суретіме де түсіп шықтым. Келесі жолы тағы да ол кісіні көрдім, екінші рет мешітке кіріп бара жатқан кезде тағы да құшақтап бір керемет күйге ендім ғой. Прям әлі қолым дірілдеп отыр. Осындай сезім болды. Жаңа 2 минутта не айтар едің деген сұрақтың жауабы осы ғой негізі. Осындай болды, иә. Жай ғана құшақтап. Құшақтап сағыныш басу болды Көп ғой. сөздің орнына. Соңғы махаббат фильмінде менімен өте жақын сахналарың болды. Оны білесің өзің. Сол сахналарды жалпы әйелің қалай қабылдайды? Өте сондай бір керемет сұрақ. Негізі кез келген нәрсені шешетін диалог. Өте түсінеді жұмыс екенін. Енді әрине адам болғаннан кейін кез келген нәрсеге бүйтіп робот емес ғой, болады. Кейбір кезде дұрыс түсінбей қалады, бірақ дегенмен де өте бір сондай дұрыс орынды диалогтардың арқасында өте түсінушілікпен қарайды. Енді бұған да бірден келген жоқпыз. Әрине түсінбейді, яғни айырмашылықтар бар деген сияқты, ұстанымдар бар деген сияқты. Кейбір ұстанымдар ол принциптің бәрінен бір күнде ауытқуы мүмкін емес, бірақ дегенмен де жаңағы өте орынды, өте уақытылы диалогтардың арқасында өте қазір түсінушілікпен қарайды. Сол. Керемет. Жалпы иә, сенің келіншегіңді әлеуметтік желіде көргенмін парақшасын. Өте сұлу, жаны да өзі де сұлу келіншек екен. Білем. Соны мен де айтып қояйын дедім. Рахмет. Бағалаңыз. Рахмет. Сәл мына тұрғыдан ауытқиық. Осы сұрақтардан эмоциональный качелялар. Егер де шығармашылық адам болмасаң, сен съемкада айтып қалдың ғой, сен скрипкада ойнайсың, виолончельде. Егер де өнер адам болмаса, сен өміріңде жоқ. Музыка жоқ, кино жоқ. Қандай мамандық іздейсің? Ойламаппын негізі, бірақ бала кезімде жалпы туысқандардың барлығы қарсы болған менің өнеріме. Жалпы өнер адам болуыма, әнші болуыма, скрипачка болуға, әртіс болуыма қарсы болды. Барынша қолдардан келгенше мен өнерге түсіргілері келген жоқ та. Марқұм анамның өзі айтатын, сен адвокат болсай, немесе мектеп қабырғасында жаңа мұғалім бол, балаларға білім беретін ұстаз бол деген сияқты, немесе мен сияқты дәрігер бол деген түрлі өздерінің жаңағы маман иелерін айтып жатты. Бірақ өзімді өнерден басқа еш жерде көре алмадым. Тек қана өнер, өзім қатты жақсы көрем, өзімнің еңбегіме, жалпы өнеріме адалмын деп айта аламын. Басқа салада мен үшін қызмет ету сәл қиынырақ сияқты. Себебі мен кішкене өзімде қияли адамын, өзің білесің. Офиста жұмыс жасайтын, немесе тек қана мектепте жұмыс жасайтын, жұмысты жасай алмаймын. Маған қиын. Маған эмоция керек. Маған басқа бір сезімдер керек. Сол себептен шығар, айта алмаймын негізі. Өнер болмаса мен бұл өмірге алып келмес еді. Тек қана 50 жасқа келген кезде өнерім, өмірім деген концерт бересің ғой примерно. Құдай қаласа. Өнермен сені бірінші қатарға отырғызам. Егіз ұғым деп ше. Мен всегда айтам да, мына өзімді құсқа теңейтін болсам, мына оң қанатым менің отбасым деймін ғой. Менің отбасым. Екінші қанатым менің ол өнерім. Болды. Екеуі тепе-теңдік ұстаған кезде мен биікке ұшам. Біреусі болмай екіншісі болса маған қиын. Сол себепті де екеуі де болу керек маған. Өте күшті. Аян, бір адамға іште сақтап айта алмай кеткен сөздерің бар ма? Егер бар болса, ешкімнің есімін атамай, менің есімімді қолдансаң болады. Ақбота деп маған айтсаң болады, мейлі ол көңілді болсын, немесе көңілсіз болсын. Бұл сұраққа ойлану керек. Сәлден соң жауап берейін. Негізі, күшті нәрсе. Бұл енді
егер де ішкі эмоционалдық тұрғыда қарайтын болсаң бұл сұраққа, бірден жауап беру мүмкін емес. Ойлану керек. Осы сұрақты саған қоямын. Тура осы сұрақты. Просто аян деген жерін, ақбота деген жерін өзгертті, аян деп маған айта берсең болады. Дайынмын. Енді іште сақтап қалатын уақыттарда болады ғой. Жалпы көңілді нәрселерді адамға айтасың. Иә? Ал көңілсіз, кейде көңілің қалған кезде, бір ішінен айта алмай жатқан кезде, жалпы менің ойымша ол барлығы ішінде қалған дұрыс деп ойлаймын. Негізі, иә, көңілім қалған сәттерде болған, айта алмай қалған сәттерімде болған. Не үшін? Себебі шындықты біле тұра, басқа адамның шындықты жасырып отырғаны менің көңіліме қаяу салған кездер болды. Мен бірақ айта алмадым оған. Сонымен қатар оның дұрыс деп есептеген дүниесі маған керісінше бұрыс болып, оны да айта алмай қалған сәттер бар, әрине. Сенің деп айта бер осы жерде. Жоқ. Айта алмаймын олай. Сол себепті де көп дүниенің ашылмай қалғаны да дұрыс деп ойлаймын. Айтылмаған дүние айтылмаған күйі қалып кету керек деп ойлаймын. Менің ойымша кейбір адамдар болған, айтқан күннің өзінде де менің сөзімді ұқпаған адамдар болған. Кезінде мысалы Абай атамыздан сұраған ғой, жалпы өмірде кімнен неден көңіліңіз қалды дегенде, адамдардың сөз ұқпайтыннан көңілім қалды деген ғой. Сол сияқты ғой, сөз ұқпайтын. Енді оны айтпасаң ол адамдар қалай ұғады? Ұқпайтын адамдар да бар ғой. Өмір болғаннан кейін бесік бірдей емес. Түрлі адамдар бар. Иә, сенің айтатыныңды түсінетін адамдарға айта аласың, ал түсінбейтін адамдарға оны айтып, сен сөзіңді зая кетіріп, керек емес, сосын өзің артынша ренжисің, өзің қапа боласың, одан кейін өзің көңілің түседі деген сияқты. Менің ойымша солай. Мүмкін сен басқа тараптан ойлануың мүмкін, ал менің енді... Иә, негізі өте дұрыс айтып отырсың. Бұл нәрсе өте индивидуальный нәрсе. Неге? Өйткені сенің миыңда болып жатқан әлемді ол адам ұқпайды. Және де сенің сол сәтте кешірген эмоцияңды, бастан өткізген эмоцияңды ол сезбейді, ол түсінбейді. Кейбір кезде өте дұрыс. Сөздердің іште өлген жақсы да. Бірақ ол да бір кейбір кезде жаман, онша емес нәрселерге алып келеді. Енді ол көбінесе білмеймін, енді реніш. Мен өз басым реніш деген сияқты нәрселерден өте қатты алшақ жүруге тырысамын. Өйткені мен адамға ренішсем жаман ренжіп қаламын. Қатты ренжіп қаламын кәдімгідей. Кекшілсің ба? Ау? Кекшілсің ба сосын? Кекшіл болған кезде жоқ, онда қатты кекшіл емес. Енді ойнап кекшіл болған, ойнап. Бірақ андай қатты бір кейбір адамдар болады, мысалы сен ренжітіп кетсең, ол адамның кегі, ол саған кек сақтамайды, бірақ ол адам сені бір, білмеймін, түрлі адам ситуациялар қояды, біреу басын ұрып алады, қол сындырып алады, андай мындай түрлі сондай адамдар бар да. Біреудің назы деген нәрсе жаман ғой. Сондықтан негізі жаңағы айтпақшы, мен көбінесе осы соңғы уақыттарда адамдарға кәдімгідей эмоцияны айтуға тырысамын. Яғни ол жерде сөзбен емес, эмоциямды айтуға тырысамын. Ол да дұрыс. Бізде сондай бір қалыптасқан нәрсе бар ғой, енді эмоция жасыру деген. Көбінесе жігіт адамдарда кездеседі ол. Яғни маскулинность деген айтады. Айтпау керек, жыламау керек деген сияқты. Жыламау керек деген кезде жаста айтып тұрған жоқ. Адам кейбір кезде басынан кешіріп жатқан кейбір эмоцияларды айту керек. Сондықтан мен көбінесе айтып жіберем. Уақыт өте келе, может қазір айтпасам, может бір жылдан кейін анау сол эмоцияны еңсерген кезде айта аламын. Және де ол менің эмоциям үшін осылай болды деген сияқты. Сондай бір. Бірақ енді мен қазір Ақбота, мен сені кездестірген кезде деп ештеңе айта алмаймын да. Былай деп. Бірақ мен ойлаймын, күшті обсуждение жасап тастадық екеуміз. Сатқындықты кешіруге бола ма? Жоқ. Кешіре алмадым. Өйткені бір рет сатқындық жасаған адам екінші рет жасауға ауыр қалса да әдет қылмайды дейді ғой. Вот сол. Мен кешіре алмаймын. Ешкім ренжімесін маған.
қиын кезеңде өзіңді қалай жинап аласың? Қиын сәттерде түрлі ситуациялар болады ғой. А я хочу, как ветер петь, и над землей лететь, но так высоко и так близко, дорога в облака. Деген ән бар ғой, соны қосып аламын ғой мен. Дорога в облака деймін да, кәдімгідей өзім настроениені көтеріп аламын. Енді ол болады ғой, ондай түрлі ситуациялар болады, қызық. Ондай нәрселер болмаса сен адам болмайсың. Өмірі күліп жүре алмайсың, өмірі постоянно настроениеде жүре алмайсың. Жаңағындай түрлі ситуация бар, сондай кезде жаңағы өлеңді қосып қоямын. Кайф прям. Өмір ақ пен қарадан тұрады. Сен ше? Сатқындықты кешіруге бола ма, әлде өзіңді қалай жинайсың? Қай сұрақ? Жоқ, сатқындықты кешіруге бола ма? Кешіруге бола ма? Сен кешіретін мені? Яғни сатқындық деген кезде ол да бір тіке саған жасалған сатқындықта. Жоқ, әрине жоқ. Әрине жоқ. Иә. Үзілді, кесілді, жоқ деген сөз. Жаңағы... Бір сатқан адам енді бәрібір қайталайды деген сөз ғой. Қанша жерден шындығын айтып тұрса, жақының болсын, бауырың болсын, туыстарың болсын, жақын құрбың болсын, бір сатқындық жасаған адам ол бәрібір де екінші рет қайталайды, қайталайды, береді. Оған уж қанына сіңіп кетеді. Ал екінші сұраққа жауап беретін болсам, қиын сәттерде енді өзіңді қалай жинай? Менің мына әдетім бар. Өзімнің құрбыларым білет. Бір басыма түскен кезде, бір қиналған кезде мен тауға кетіп қалам. Просто тұрамын да, көлікке отырамын, тауға кетіп қалам, барамын да, мәселе айқайлауда емес, барып көліктен шығып, таудың шетінде тұрамын да, жылап алып, үйге қайтам. Түк болмағандай. Солай эмоциямды шығарып, солай өзім жинай аламын. Біреуге айтып, жақындарыма айтып, хабарласып, ондай жоқ менде. Оған да өзімнің бір зиянымды тигізгім келмейді, оның настроениесін түсіргім келмейді. Өз-өзіммен қалып, өз-өзімді жинап алған ұнайды маған. Негізі көп адамдар, жалпы көп адамдар өзінің қиыншылықтарын айтпайды, қиналып жүргенін. Көп адамдар. Мен көп байқаймын, неге екенін білмеймін, көп байқаймын. Кейбір кезде болады, енді сен де білдірмеуге тырысасың. Бірақ мен енді бір жауабы жоқ нәрселерді, сенің формулаң қызықты, мысалға сен айта алмайсың да, ол адам сенің жауап бергенің сияқты. Мысалға мен ладно жауап беремін. Мен мысалға дорога в облакахты айт десем, мысалға біреуге өмірінен қиналып жүр да, кредит, допустим, 1,2 миллион, бүгін жауу керек. И дорога в облаканы айт десем, айтады. Иә, әркімнің өзінің методикасы бар да. Мен ана әнді тыңдаймын, и маған хорошо. Сол сияқты. Сондықтан сондай. Енді сұрақ. Сен фильмдарға жалпы көп келіспейсің ме? Білуімше, көп түсуге. Неге десең? Көп фильмдарға түспейсің. Өзің сияқты. Иә, соңғы махаббатқа түсуге не түрткі болды? Менен бөлек, мен түсетінімді білдің да, содан кейін келесің. Менен бөлек не түрткі болды? Сен мені жылатып та күлдіріп те түрлі эмоцияға кіргізіп жатырсың. Эмоцияға себеп деген кезде бірінші маған Ернар хабарласты. Осы киноның режиссері маған сценарийді айтып берді телефон арқылы. Сөйтіп кастингке шақырды. Бірден өтіп кеткен жоқпын. Кейбір фильмдер, сериалдар болады, жаңағы кастингсіз, пробасыз өтіп кететін. Бұл проектіге шақырды, келдім, пробаға келдім, Ернармен отырып ақылдастым, сөйлестім. Ұнатқан сияқты десең, ұнатты ойнағанымды. Үйге барып өзім ойландым. Жалпы сценарий туралы, жалпы Динаның рөлі туралы оңай проект емес. Ал мен үшін көбінесе комедияға түссем, маған жеңілірек. Драма, мелодрама деген өзің білесің, ол ауыр жобалар. Негізі маған біріншіден сценарий өте қатты ұнады. Екіншіден образым, ерекше образдардың бірі. Үшіншіден ол өзім жалпы режиссерлардың арасында қатты құрметтейтін мықты режиссерлардың бірі ол Ернар, өзің білесің. Сол себептіден де келістім. Сосын сен деп қойыншы, сен де мақтап қойыншы арасында. Жалпы сен сияқты талантты актермен бір сахнада, бір кинода, бір фильмде ойнау
мен үшін де ол тәжірибе. Оны бірінші пункт қылып айтып кеттік қой. Тәжірибе және де гонорарымды жақсы төледі. Бағанағылар не важно, осыдан бастау продюсерлерді керек. мақтап кетейінші. Гонорарымды жақсы төледі. Қанша? Ойнап айт. Жалпы бүкіл условиям болды ғой бұл фильмде. Өзің де байқадың ғой, бүкіл условиям болды. Сізге сұрақ. Так. Соңғы сұрақ. Сен үшін махаббат деген не? Махаббат деген екі адамның тілсіз, жай ғана тілсіз ұғысуы. Ұғысуы ма? Әртүрлі ғой. Біреу айтады, махаббат деген жай ғана адамдарды қосу, ары қарай келесі адам сыйластық дейді. Махаббат жай ғана түрткі дейді. Махаббат жай ғана искра деп айтады. Махаббат ол, мен айтарым, махаббат ол жұмыс. Кәдімгідей қарым қатынас, ол бақытты сәттерді жасау. Бақытты сәттерді саған ешкім бермейді. Мынау сенің бақытты сәтің. Мысалға сен жаңа жылдық атмосфераны үйде жасау үшін елка алып келу керексің. Әрекет етесің, бақытты сәттерді жасау үшін. Елка алып келесің, оны астына алып келіп подарок тағасың. Сосын түк білмегенде деп. Біреулердің күлуіне немесе бақытты сәт кешуіне әрекет жасағаның үшін әрекет жасау сол да махаббат деп ойлаймын. Яғни саған өзіңе жақын адамдардың. Махаббат деген ол жаңа айттым, үнсіз. Махаббат деген ол жай ғана тыныштықта отырып әңгіме айтып шай ішкен. Тек қана шынайылықтан құралатын. Махаббат деген ол ойбай, мен негізі жазғанды өлтіремін ше. Қазір мына негізі менің сөздерімді айтып жатыр. Мен жаңа айттым ғой. Мен жалпы сөйлескеннен қарағанда жалпы жазуға жақсымын. Негізі. Бірақ енді осы жерде сенің сөзіңді жақсылап қорытындысын жасағым келіп тұр да, жалпы махаббат деген Мұхтар Шаханов атамыз айтқандай, екі парасатты адамның сана биігінде жолығуы. Негізі солай. Ол қай жер? Өзің қазір отбасылы болып отырсың. Жалпы келіншегіме қаншама тілдесем дедің, атсаяқ сылдырламай тұрмайды дедің. Арасында жаңағы да енді бағана біраз әңгіме естідік қой, бірақ енді соның барлығына уақыт өте келе дайындалып, екі парасатты адам енді қазір сендер сана биікте жолығып, осыншама. Бұл енді мынандай көбінесе парасатты адамның енді биікте кездесу дейді ғой, бұл енді сондай бір үлкен, білмеймін, бір 70-80 жасқа келген кезде айтатын сөз сияқты деп ойлаймын. Махаббат дегенді жаспен есептемейтін шығармыз енді. Жоқ, жаспен есептелмейді, жалпы жаңағы сөзді айтып жатырмын да. Мысалға сен о жерде сөзді керек емес та, сен бүйтіп қарап отырып десең ол да саған. Енді әртүрлі, адамның ұғымы әртүрлі. Сондықтан бастысы махаббат соңғы болмасын. Өміріңнің қай сәттерінен қорқасың? Болашақта неден қорқасың? Мен бір күшті нәрсе айтып кетейін ба? Осы жасыма дейін мен судан қорқатын. Неден? Судан. Су? Мен жүзе алмаймын. Яғни судан менде қорқыныш бар. Кірген кезде, бассейнге кірген кезде баяғы бала кездегі түрлі нәрселер бар, андай бір кәдімгідей мен өзімді өте жайсыз сезінемін, кәдімгідей бала сияқты болып қаламын. Содан кейін өткенде осы фильмнің дайындығының барысында мен бассейнге барып жүрмін ғой, арықтау үшін. Бассейнге барамда бәрі күшті, бәрі қолымнан келеді, бірақ бір нәрсе, мен суда еркін ұстай алмаймын өзімді. Судың ең басты қағидасы ол еркін болу. Не только суда, өмірде де. Сосын тренер айтады, сен бүйтші дейді. Көзіңді жұмба, просто бассейнге өзіңді жібере саш дейді. Мен жіберем да, бірақ мен батып кетем. Маған батуға болмайды. Адам еркін болған кезде судың бетінде қалқып тұру керек. Мен қалқып тұруым керек. Задача солай. Сөйтем де, ладно, құрсын деймін де, өзім жаңағы сезім ұнап тұрған жоқ, мен аламын да бүйтіп
бассейнге батам да, құрсыншы деймін деп айтып артыма қараймын ғой. Артыма қарасам бассейн деген дәу ғой. Оказывается, кайф екен ғой. То есть андай болады ғой, мен өзімнің қорқынышыма тіке қарадым да. Былай айтқан кезде. Ана жерде кейбір өміріңдегі кейбір сұрақтардың, сауалдардың жауаптары шешіліп кетеді ғой. Яғни сен кейбір кезде мынандай үлкен деп тұрған нәрсе ол сенің басыңда екен. Оказывается, қадам жасау керек екен. Сондықтан мен қазір дәл осы сәтте мен өзім үшін өмірімде ең бір қадамды жасадым. Тренеріме айтып отырмын, білесің ба деймін да, мен сенің күнделікті бір сабағың саған 1 сағат шығар, маған кәдімгідей осы уақытқа шейін бүкіл страхтарымның бәрін жеңіп бердің ғой деймін да. Сондықтан сол күшті нәрсе айтыптым деп ойлаймын. Риза болып отырмын. Өзім риза болып отырмын, білмеймін. Сендерді шағылғаным жоқ деймін десең. Сұрақ, енді бағанағы сұраққа қайттан оралайық. Мысалға, енді Құдайға шүкір 2 балаң бар. Олар өседі, жетіледі, Алла қаласа. Содан кейін сен бір адамды кездестіресің. Ол адам саған ұнайды, бәрі жақсы, керемет, бірақ балалардың қарсысында не істейсің? Әрине, балалармен о бастан ақылдасам бірінші, қарсы болмау үшін. Тек қана өзімнің шешімім деп тұрмысқа шығып кете бермеймін ғой. Маған 2 тараппен де ойлану керек. Балаларымның тарапынан және де өзімнің тарапынан ойлануым керек. Балаларыма әкесіндей қамқор беретін адам болу керек. Балаларым қабылдау керек ол адамды. Егер қабылдамай тұрса, мен тұрмысқа шықпаймын. Мен жалпы тұрмысқа шығу керек, асығыспын, ой балаларым өсіп келе жатыр, немесе балаларым кішкентай, маған қасыма бір адам керек дейтін адам емеспін. Мен өзімнің мінезімді білем жалпы. Өзімнің қандай жетістікке жететінімді білем. Мен тек қана өзім үшін, балаларым үшін де өмір сүре аламын, тұрмысқа шықпай-ақ. Мысалы да. Ал егер алдағы уақытта осындай жағдай болып, тұрмысқа шығатындай жағдай болып, балаларым қарсы болатын болса, мен одан да тұрмысқа шықпай-ақ қойған дұрыс болады деп ойлаймын. Соңғы махаббат 26 ақпанда. Ей!